Сәлем достар, Let's Cook KZ арнасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен аяқ асты қонақ келгенде өте тез және қолжетімді өнімдерден дайындалатын салат рецептімен бөлісемін. Видео қызық болса, оны соңына дейін қарап, менімен бірге дайындаңыздар. Бұл салат үшін бізге 3 жұмыртқа керек. Ең алдымен жұмыртқаны ыдысқа жарып аламыз. Одан кейін шым-шым тұз қосып, бір келкі болғанша араластырамыз. Ал қазір орташа отта қызып тұрған табаға кішкене сұйық май жағып, жұмыртқаны 3-ке немесе 4-ке бөлеміз. Ол жұмыртқаның көлеміне байланысты және мінекей осылайша пісіріп аламыз. Бұл салаттың басты ерекшелігі де жұмыртқаны қайнатпай осылай пісіруде достар. Менде мінекей осындай 3 әдемі блины шықты. Енді осыны дәл видеода көрсетілгендей турап шығамыз. Ал қалғаны өте оңай. Кішігірім шұжықты мінекей осылайша 3 бұрыш етіп тураймыз. Бұл салатқа шұжықтың кез келген түрін қолдансаңыздар болады. Егер сіздерде ірімшік болса, онда оны да 3 бұрыш етіп турап салатқа қоссаңыздар болады. Сонымен қатар салатқа балғындық беру үшін бір дана қиярды 4-ке бөліп, мінекей осылайша турап аламыз. Айтпақшы достар, балғын қияр орнына тұздалғанын қолдансаңыздар да болады. Қиярдың қасына бір дана қызанақты да қосып, өздеріңіз көріп тұрғандарыңызда етіп тураймыз. Ал енді барлық өнімдерді ыдысқа саламыз. Және майонез қосып араластырамыз. Айтпақшы достар, мен қолданып жатқан майонез қолдың майонезі. Оның рецепті менің арнамда бар. Егер сіздерге қызық болса, рецепт сілтемесін осы видеоның астында қалдырамын. Осымен салат дайын достар. Егер сіздерде листья салаты болса, оны да қоссаңыздар керемет болады. Достар, бұл салат рецепті сіздерге ұнады деп сенемін. Олай болса лайк басып арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоны қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болайық.